Белгілі футболшы Ливерпуль мен Мысыр құрама командасының шабуылшысы Мухаммед Салах үйіне түскен ұрыны ұстап алған соң, оған алғашқы уақытта күнелту үшін ақша беріп жұмысқа тұрғызған екен. Осындайда жомарттық болады. Біздің елдің де жомарт жігіттері туған ауылына рухани жаңғыру бағдарламасымен футбол ұйымдастырып жастарды спортқа баулуда. Назар аударайық. Туған жерге тағзым. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Алматы облысы Райымбек ауданы Жылысай ауылында осы тақырыпта ұйымдастырылған жиын жалғасын тапты. Бұл жолы 2000 жылы мектеп бітірген түлектер футболдан жарыс өткізді. Мақсатымыз осы ауылдың жастары спортқа қарай бет бұрса дейміз. Осы ұйымдастырылған шара жалғасын табады. Біз эстафетаны 2001 жылғы бітірген түлектерге тапсырамыз. Жарысқа ауыл тұрғындары, мектеп оқушылары және түлектер қатысты. Жоғары деңгейде өткен шара көптің көңілінен шығып, тұрғындар алғысын білдірді. Рухани жаңғыру мәселесі ауылда міне соның көрінісі үлкен етек алып, міне ауылдың жастары спортпен айланысса, спорт денсаулық кепілі, соның өзі үлкен халыққа, елге сондай тәрбие, дені таза адамның санасы таза, адамгершілігі таза болады. Сондықтан да осындай жұмыстар қазір біздің ауылдың жастарының ішінде жүріп жатыр. Аталған жарысқа 11 команда қатысты. Жеңімпаз командаларға ақшалай және бағалы сыйлықтар, алғыс хаттар берілді. Туған жердің қадірін білген жастардың бұл бастамасы көпке үлгі. Маржан Нүсіпбек, арнайы Қайырлы таң үшін.